Үлкен жарылыс теориясы ғаламның қалай басталғанын түсіндіреді. Сәлем достар, сіздермен бірге астрономия және технология арнасы. Бүгінгі видеомыз үлкен жарылыс теориясы ғаламның пайда болуын түсіндіретін ең кеңінен қабылданған теория жайлы болады достар. Олай болса, біз әдеттегідей видеомызды бастаймыз. Ғалам шексіз кіші, ыстық және тығыз нүкте ретінде басталып, тез кеңейіп 13,7 миллиард жыл бойы ұлғаюын жалғастырды. Осы бастапқы қарқын инфляция кезеңі біз бүгін байқап отырған шексіз әрі үнемі өсіп келе жатқан ғаламның негізін қалады. Астрономдар ғаламның пайда болуы тікелей бақылай алмаса да, үлкен жарылыс теориясы туралы біліміміздің көп бөлігін күрделі математикалық модельдер мен симуляцияларға негізделген. Бұл теорияны растайтын дәлелдердің бірі ғарыштық микротолқындық фондық сәулелену, яғни ғаламның ерте кеңеюінің әлсіз жаңғырығы. Оны ғалымдар егжей-тегжей зерттей алады. Үлкен жарылыс теориясы ғылыми қауымдастық тарапынан кеңінен қолдау тапқанымен, кейбір зерттеушілер басқа балама идеяларды да ұсынады. Оларға мәңгілік инфляция немесе циклдық тербелмелі ғалам теориясы жатады. Бұл теориялар үлкен жарылыс толық түсіндіріп бере алмайтын сұрақтарға жауап беруді мақсат етеді. Осылайша ғаламның шығу тегі туралы пікірталасты жандырып, жаңа көзқарастың пайда болуына ықпал етеді. Бұл ғарыштық инфляция кезеңі болды. Ол бар болғаны секундына 10 бөлігінде уақыт созылып, бұл тұжырымды 1980 жылы физик Алан Гуд ұсынған, және ол үлкен жарылыс туралы түсінігімізді түбегейлі өзгертті. Ғарыштық инфляция күтпеген жерден аяқталған кезде үлкен жарылысқа қатысты дәстүрлі сипаттамалар күшіне енді. Қайта қыздыру деп аталатын процесс басталып, ғаламды біз білетін заттармен, бөлшектермен, атомдармен, кейінірек жұлдыздар мен галактикаларға айналатын материалдармен толтырды. Бұл оқиғаның барлығы ғалам пайда болған алғашқы секундның ішінде болды. Сол кезде температура әлі де өте жоғары, 10 миллиард градус Фаренгейт, 5,5 миллиард Цельсий дегендей болды деп хабарлайды НАСА. Ғалам осы кезден нейтрондар, электрондар және протондар сияқты негізгі бөлшектердің алуан түрін қамтыды. Олар кейінірек бүгінгі барлығының құрылысы материалына айналады. Бұл алғашқы супты көру мүмкін болмас еді, өйткені ол көрінетін жарықты ұстай алмайды. Бос электрондар жарықты фотондарды шашыратып, күн сәулесінің бұлтқа су тамшыларынан шашырауы сияқты әсер тудырар еді деп түсіндіреді НАСА. Алайда уақыт өте келе бұл бос электрондар атом ядроларымен қосылып, бейтарап атомдарды немесе оң және теріс зарядтар тең атомдарды түзді. Осылайша жарықтың кең таралуына мүмкіндік туды. Бұл үлкен жарылыс шамамен 380 жыл өткен соң орын алды. Кейде үлкен жарылыстың кейінгі жарықлы деп аталатын бұл жарық ғылыми тұрғыда ғарыштық микротолқындық фондық сәулелену СМВ деп аталатын, оны алғашқы 1948 жылы Ральф Альфер және басқа ғалымдар болжаған. Бұл кездейсоқ ашылуы 1965 жылы орын алды. Bell Telephone Laboratories Нью-Джерси зертханасының ғалымдары Арно Пензайс пен Роберт Уилсон радио қабылдағыш жасап жатқан кезде болды деп хабарлайды НАСА. Осы уақытта Принстон университетінің ғалымы Роберт Дикке бастаған зерттеу тобы ғарыштық микротолқынды фондық сәулелену МВ дәлелін іздеп жатқан болды. Олар Пензайс пен Уилсон кездейсоқ түрде дәл осы құбылысты анықтаған түсіндірді. Міне достар, сіздермен бірге астрономия және технология арнасы үлкен жарылыс теориясы тақырыбымен бөлісе кетті, және бүгінгі видео сіздер үшін өте қызықты болды деген ойдамын. Сіздермен бірге астрономия және технология арнасы.